Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз болашақ технологиялары. Оқу мақсаты мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру. Қазақ тіліндегі тыныс белгілерінің түрлері мен қызметін даралаушы түсіну, дұрыс қолдану. Күтілетін нәтиже болашақ технологиялары мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты көтерген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастырады. Қазақ тіліндегі тыныс белгілерінің түрлері мен қызметін түсінеді, көп нүктенің қойылу себебіне назар аударады. Тыңдалым мәтіні. Ұшатын автокөлік. Американың Terrafuga компаниясы әлемде бірінші болып ұшатын автокөлік жасап шығарды. Автокөлікті аспанға алып шығатын TFX қондырғысы өзінің алғашқы аэродинамикалық сынағын бастап кетті. Өндіріс орны жаңа көліктің 2018 жылы жаппай шығарыла бастайтынына сенімді болып отыр. Құрастырушылардың айтуынша, көліктің 300 аттық күшіне тең 2 жылжымалы қанаты бар. Солардың көмегімен TFX саяхатына 322 шақырымдық жылдамдықпен ұша алады. Ұшу кезінде машинаны автопилот басқарады. Жүргізуші компьютерге тек баратын жерді ғана айтса жетіп жатыр. Ұшатын автокөлік жолаушыны қолынатын нүктеге барынша қысқа жолмен өзі алып барады. Тыңдалым мәтіні бойынша сұрақтарға жауап берейік. Әйелдің компаниясы ұшатын автокөлікті бірінші ойлап тапты. Екінші, неліктен олар бірінші ойлап тапты? Себебін қалай түсіндіресіңдер? Үшінші, бұл өнім қай жылдан бастап жаппай шығарыла бастайды? Төртінші, ұшу кезінде машина қалай басқарылады? Тыңдалым мәтіні бойынша сұрақтарға жауап бергеннен кейін тыныс белгілер туралы есімізге түсірейік. Пунктуация тыныс белгілері. Тыныс белгілері айтайын деген ойды жазуда нақтылы, дәл түсінікті етіп жеткізу үшін, сондай-ақ баяндалмақшы пікірді айтқанын білдіру мақсатында интонациялық, мағыналық, грамматикалық ұстанымға сай қолданылатын шартты белгілер. Тыныс белгілерін дұрыс қоюда алдымен интонациялық ұстанымға сүйенеміз. Сөзіміз екінші біреуге түсінікті, құлаққа жағымды болу үшін сөздерді мәнеріне келтіре қолданып, тиісті әуенмен айтамыз. Жазғанымыз түсінікті болу үшін тиісті тыныс белгілерін дұрыс қою қажет. Интонация ауызекі тілдің құралы болса, пунктуация жазу тілінің құралы. Көп нүкте. Бүгінгі сабағымызда көп нүктеге назар аударамыз. Көп нүкте мағынаға байланысты қойылатын тыныс белгі. Белгілі бір себептермен ойды аяқталмай қалғандығын, немесе айтылмақшы пікірдің толық айтылмағандығын білдіру үшін қойылады. Көп нүктенің қойылатын орындары. Ой аяқталмағанда, немесе бір ой келесі оймен байланысқа түспей шашыраңқы айтылғанда. Мысалы, төре, тақсыр. Дәйек сөз не өзге де мысалдар қысқартылып алынғанын білдіру үшін нүкте қойылады. Әр халықтың ана тілі білімнің кілті. Үшінші, сөйлеушінің көңіл күйіне байланысты қысылып, ойы бөлініп, дауыс ырғағында үзіліс болғанда. Толық сөйлей алмау, ой бөлініп кету, сөйлеушінің сөзін аяқтатпай бөліп жіберу. Мысалы, бәрі де аман, бәрі де орынша, рахмет деген жерлерде ойдың бөлініп кетуіне байланысты көп нүкте қойылады екен. Келесі, сөйлеуші сөйлеп келе жатып айтайын деген сөзді есіне түспей ұмытып қалса,
Соны кенеттен есіне түсіргенде. Өткен жұмада біздің үйге дәрігерлер келіп еді ғой. Әкесінің аты емес пе? Дегенде, әкесінің аты есіне түспеді, көп нүкте емес пе? Жаңағы осы жерде көп нүкте қойылады екен. Санамалап айтылып жататын бірыңғай мүшелердің барлығын айта бермей, олардың кейбіреуін айтып жатудың артық екендігін білдіру үшін көп нүкте қойылады. Мысалы, Қызылорда өңірінде арпа, күріш, тары көп нүкте өсіріледі. Келесі сөйлеуші қолданған анайы, тұрпайы сөздердің орнына нүкте қойылады. Әйтпесе, мен мынаның танытатын едім. Әйтпесе, мен мынаның көп нүкте танытатын едім. Сөйлем соңына қойылатын тыныс белгілері нүкте, сұрақ белгісі, леп белгісі, көп нүкте. Мәтіндегі сөйлемді бөліп көрсетіп, сөйлем шекарасын белгілейді. Жазылғанды дұрыс түсіндіруге көмектесіп, сөйлемді тиісті интонациямен оқуға және қабылдауға ықпал етеді. Кері байланыстың тапсырмасы: сөйлем соңына тиісті тыныс белгісін қойып, келесі сөйлемді бас әріппен жазыңдар. Қазақ тілі оқулығы 193 бет, 4-ші тапсырма кері байланыстың тапсырмасы. Кері байланыстың тапсырмасын күнделік кезет, интернет, электронды почта немесе WhatsApp желісі арқылы жібересіңдер. Сабақ аяқталды балалар, сау саламатта болыңдар.